Бүгін үйді максимум жинаймыз. Сіздерге мотивация болсын. Үйді бүгін Рамазан мен Жұма жинайды. Мен де көмектесем. Не болды? Рамазан жинайды. Мен бармын ғой. Мыналар шашқан. Енді жинайтын боламыз. Қыздар аттармен жүгіретін болады. Қош ден сау айтсайды. Болды, кеттік. Жұмысты бөліп беретін боламыз. Рамазан, Жұма, екеуің ойыншық жинайсыңдар. Давай екеуің ойыншық жинай, мен көрпелер жинай. Ал мен алға қарай. Isıtkı, давай. Isıtkı. Балалар, ойдар, балалар. Рома, телефонда, келді, ескі телефонда. В общем, қазір атамды неш минутта жинайтынымызды көретін боламыз. Бізге қазір сағат көрсетемін, уақытты. И қашан жинап біткенімізді көрсететін боламын. Байқағандарыңызда үй максимум шашылған. Енді айып етпеңіздер. Күнделік азанда ғау болып тұрамаймыз. Өйткені шамалы шашылады. Сағат 9-дан 50 кетті сағат. Қазір неш минутта осы бөлмені жинап бітеміз көретін боламыз. Алып кеттік. Төрт минут дегенде жиналып бітті. Ол балалардың арқасында күш бірлікте жабылған едік. Демде 4 минутта үй жиналды. Енді екінші бөлмеге өтетін боламыз. Екінші бөлме тұр мәз емес. Ол жақта да шашқан. Үй шашқан деген жақсы ғой, а? Зор. Екі бөлмені жинайтын боламыз. Екі бөлмеде мәз емес. Бұл бөлмелер тұр максимум шашылған. Штативті көрсетейін, что екі бетті көруге. Бұл бетте де балалармен бірге қосылып жинайтын боламыз. Оңай тірлік болайын деп тұрған жоқ. Ал бастап кетті. Жақты саты қарамызды қойсақ, 4 минут 5 минут көлемінде үйлер жинап буатыр екен. Ал онда бастайық.
Thank you.